Кейбір бауырларымыз бір қатты ашуланған кезде боғауыз сөзінің орнына зікір қолданатындары бар. Мысалы, қатты ашуланған кезде ей аузубилля немесе ей субханалла деген сияқты. Сондай керемет Алланы пәктейтін, Алланы еске алатын зікірлерді ондай боғауыз сөзінің орнына қолдану дұрыс емес. Ол бір жағынан. Екінші жағынан, біздің мемлекетіміз енді зайырлы мемлекет, әлбетте кім қайдан ұстанса да енді оның жеке құқығы. Бірақ исламофобияны өршітуге алып келуі мүмкін. Ол дінге деген бір жеккөрініштікті, діндар азаматтарға деген бір жеккөрініштікті тудыруы мүмкін. Сол себептен, құрметті бауырым, қатты ашу қысып бара жатса, ол Алланы пәктейтін, таразыда ауыр басатын сондай сөзі қолданудың орнына мүмкін боқтап жіберіп, артынан тәубе қылғаныңыз дұрыс болатын болар. Сондай керемет сөзді боғауыз сөздің орнына қолданудың орнына